Полиция бастығы зорлау фактісі бойынша ұсталса, қатардағы мықты еркектердің әрекетіне, одан бетері біздің ауру қоғамда ол еркектерді қорғаштайтын әйелдердің барына таңғалмайтын патриархат пен мизогинияның дәуірін бастан кешіп отырмыз. Өкінішті. Баршаға сәлем. Елімізде әйел құқығын, арын, намысын толықтай таптап жатқан фактілердің куәгері болып жатырмыз. Жалпы осы күндерде емес, қанша уақыттан бері тұрмыстық зорлық-зомбылықтан көз аша алмай жүрміз. Біздің ауру қоғамды емдейтін, түзейтін шара бар ма? Бірге қарастырып көрейік. Күзетші зорлаған Олжанның жан айқайы. Бұрынғы министр Бишімбаевтың әйелін ұрып өлтіргені, 27 жасар қызды полиция департаментінің бастығы зорлағаны, жақ ұстатып қана емес, ендігі елді жұмылдырып, проблеманы тек себебімен емес, салдарымен күресудің бастауына итермелейтін жайттар. Бізді қорғауы тиіс полиция қызметкерлері бұндайға барса, біз заң тұрғысынан құқығымызды қорғай алмайтын дәрежеге жетсек, қазір қазақстандық әйелдердің күні қорғансыз. Мен бұл жағдайлардың фактілеріне тоқталмаймын. Оны ресми ақпарат көздерінен оқу керек. Әрі бұл аптаның ішінде айтылмаған сөз қалмады. Жалған ақпаратты таратып жатқан журналистер мен блогер онсыз да хайп қуып қаптап кетті. Өкінішімізге орай тұрмыстық зорлық-зомбылық пен зорлық бүгін қоғамымызда аса өзекті проблема. Заңды қаншалықты қатаңдатуға тырыссақ та, бұл емделмейтін дерт болды. Заңды өзгерту керек. Бірақ шын мәнінде бұл ауру қоғамды, ауру еркектерді тоқтатпас. Жылына 400-ге жуық әйел қайтыс болады. Бірнеше жылдан бері бұл статистика төмендеген жоқ. Демек біз қоғам болып бұл проблемаға көз жұмып жүрдік. Түпкі салдарымен күресу керек. Ол үшін бала кезден өз жеке құқықтарын, қатарластарына, туған туысқа, ата-анаға деген қарым-қатынас қандай болу керектігін үйде де, түзде де үйретуден бастау керек. Жыныстар арасындағы қарым-қатынас мәдениетін мектепте, жанұядағы қарым-қатынас мәдениетін университетте үйрете бастау керек. Жүйелі жұмыс болмайынша нәтиже болмайтыны анық. Әрине бұған уақыт керек. Ал дәл қазір тұрмыстық зорлық-зомбылықты қылмыс деп танытып, заңды өзгертуге қол жиналған петиция, түсінігі мол қоғам алдында жүрген белсенділердің, журналистердің көмегімен бір нәтижеге қол жетпейінше тынышталмау керекпіз. Әрбір жаңалық 3 күн ғана өзекті, бірақ бұл жағдайда уақыт өте ұмытылып, бояуы сіңіп, проблемасы шешілмей қалатындар қатарында қалмасыншы. Елімізде ұл бала ғана ұрпақ жалғастыратын мұрагер саналғанша, еркектер әйел жанын қайдан түсінсін? Әйелдерден де кінә бар, соған жеткізетін өзі. Ұрса демек итермелеген өзі деген комментарийлерді оқып, қазақ қоғамының мәдениетінде, тәрбиесінде қай жерде қате кетті екен деп налыйсын. Бірақ бұл жағдайда ең сорақысы халық алдында жүрген, өздерінің ел анасы, әйелдерін жеке психолог ретінде таныстырып жүрген, яки аудиториясы бар келіншектердің ақылы. Бірі еркекке де, әйелге де адам деп қарап үйренейік дейді де, дегенмен ер азаматтың көтерер жүгі әйелден салмақтырақ. Еркегін болмаса қорғансызсың, өзін де балан да қорғансыз. Сондықтан азаматына кішірейіп отырып, қылығынмен, сән салтанатымен жаға отырып, ошағынды өшірмеуді үйрен, өзіңді өзін сыйлап, тәрбиелеп үйрен, қазақтың қызы дейді. Бұған қоса әйелдердің зардап шегіп отырған еркектердің саны қанша деп налып отыр. Бұндай сөзге пікір де білдіргім келмейді. Айтпақшы, белгілі блогер Рашев та еркектерді жақтап, олардың ажырасудан кейін қатты қиналатынын айтты. Сонда ертең әйел өзінің бұрынғы күйеуін кешіре алмай, артынан өлтіріп кетсе, жекесін тоздырған жағдай кінәлі деп қоғам ақтай ма? Қайдан? Әйелді бірден соттап жібереді. Тіпті қорғану мақсатында болса да біз қылмыскер ретінде сотталамыз. Ел алдында жүрген әртістердің де бірнешеуі, әсіресе орта жастан асқандар, еркектен бір саты төмен тұрып, қол көтеруіне апармасан, күйеуінің айтқанын істеп, тыныш қана өмір сүрсең, жақсы әйел боласың дейді. Қайдағы қол көтеруіне дейін апармасын деген сөз? Қол көтеру деген түсінік мүлдем болмау керек. Сен толыққанды жеке тұлға бола тұра, ертең сені біреудің тәрбие көрмеген жауыз баласы саған қол көтеру мүмкін деген сөз бе? Сосын ол да біреудің анасы, қарындасы, қызы дегенді қойыңыздар. Біз ең алдымен адамбыз. Әйел адам. Күн сайын зорлықпен бетпе-бет келетін, өмірі қиылып жатқан әйелдерге еркектерден қорғаныңдар. Бір рет қол көтерсе, еркек ертең жалғастыратының. Оны кешірудің қажеті жоқ. Қоғамнан ұялып, оған шыдаудың қажеті жоқ екенін айтудың орнына өз мінезіңді, тәрбиеңді түзеп ал дегендердің басында не барын түсіне алмай-ақ қойдым. Мәселені терең түсініп, қоғам аурудан арылатын күнге жету үшін жұмылып, бүгінде бұл мәселені көтеріп жүрген Не молчи мен Батыр Жамал сынды ұйымдардың бастамасын қолдап, керек болса далаға шығып, жан айқайымызды жеткізейік. Гуманизм деп артық кеткен сияқтымыз. Шын айтсам, бүгінде бұл жауыздарға өлтіру жазасын қолданып, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың қылмыс деп танылатын кезі келді.
Оған дейін зорланған, өлтірілген, құрсағында баласымен бірге өлім құшқан қаншама келіншектің қаны керек. Тағы бір қосарым, құрметті қазақстандықтар, елде қанап жатқан проблемалар бар кезде өзге елдің жағдайын көтеріп, көмек көрсетуге талпынып жатқандарыңыз да бір жағынан аса логикаға сыймайды. Әрине, Палестина, Украина халқының жағдайы ауыр. Ол жақта кінәсіз балалар дүниеден өтіп жатыр. Бірақ өз елімізді түзеп алмайынша, өзге жаққа көмек беретіндей дәрежеде емеспіз. Бұған ренжіп қалмаңыздар. Өз таныстарымның тең жартысы күнде осы мәселелерді көтереді де, ал іште болып жатқанға көз жұмады. Палестинаның туын аватаркасына қойып, өзін жанашыр көрсеткісі келетіндер үйде әйелдеріне қысым жасап, тіпті қол көтеріп жүргендерін өзім жеке білемін. Жетер. Құрметті әйелдер, әйел жеке тұлға, құқығы еркекпен толықтай тең адам екендеріңді ұмытпаңдар. Ұят деген бос әңгіме. Жұрт не айтады екен деп мүлдем ойламаңдар. Жұрт айта береді. Ешқашан қаржылай, эмоционалды, физикалық зорлыққа шыдамаңдар. Баланы қалай асырайсың, оларды сенен алып қоямын, сен қайда барасың, сені жұмысқа кім алады, туыстарың сені қабылдамайды деп кім айтты деген психологиялық қысымға шыдамау керек. Сіз не жақындарыңыз зорлық-зомбылыққа ұшырасаңыз, 102 нөмірі бойынша полицияға, 103 нөмірі бойынша жедел жәрдемге, не болмаса дағдарыс орталығына 150 сенім телефоны арқылы хабарласыңыз. 7-705-151-0000 сенім телефоны арқылы көмек алу үшін не молчи KZ-ге хабарласыңыз. Келесі кездескенше.